Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы өмірде де, өнерде де өзінің өжеттілігімен көзге түскен талантты қызымыз. Әнші Тамара Асар. Тамара Асар, әнші 31 қазан күні болатын шығармашылық ән кешіне шақырады. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Тамара ханым. Студиямызға қош келдің. Рахмет. Көңіл күйің қалай? Өте жақсы. Ал бүгінгі сұхбатымызды жақсы жаңалықтан бастасақ қалай қарайсыздар? Өте дұрыс. Олай болса, Тамара ханым, осы айдың соңында, яғни 31 қазан күні сіз өзіңіздің жеке шығармашылық кешіңізді бергелі жатырсыз. Осы кештің қандай ерекшелігі болады? Толығырақ айтып кетіңізші. Астана қаласында өзіңіз айтқандай 31 қазан күні мен шығармашылық кешімді берем. Бұл кешке арнайы дайындық үстіндеміз. Дайындық қызу жүріп жатыр. Сазген саз ансамблімен шығам. Өзім жеке шығам. Және де вокальный бенд дейді, вокалдық топпен шығам. Және қазақ халқына бір өзімнің тосын сыйым бар. Оны әлі айтпайым. Біз ол тосын сый жайында естік, бірақ не екенін білгіміз келіп отыр. Енді оны кешке келіп тамашалаған адам ғана көре алады. Ол өзімнің арманым, әрі халыққа деген өзімнің кішкентай ғана тосын сыйым. Мен үшін ол тосын сый, мен үшін ол арман. Сондықтан сол кешке келген адам оны көреді. Енді жалпы елең еткіздер концертте сәттер бола ма? Мысалы, Қайрат Нұртас 3D форматымен, эффектісімен қойды концертін, сол сияқты мысалы. Болады бұйырса. Енді мен концерттерге бір концерт менің өзімнің ойымда, жалпы бойымда 3-4 жыл піседі. Ең жоқ дегенде. Ол кәдімгідей бала сияқты бойымдағы біткен, оның уақытын күтіп жатады. Репертуарды күтемін, концертті елестетемін, оның декорациясы мен светтерінің алдын ала өзім схемасын сызамын. Сосын костюмдерім көзіме көріну керек міндетті түрде. Әндерім. Әрбір концерт мен үшін бір кішкентай спектакль сияқты. Сондықтан мен ол концертті 3-4 жыл дайындаймын іштей. Сосын соңғы шығаратын кезде мен арнайы мамандармен ақылдасып отырып, оның декорациясын шығарам. Декорациядан кейін одан костюм шығады. Соның барлығына цветовая гамма дейді, түстердің бір-бірімен байланысуымен жұмыс жасаймын. Сосын міндетті түрде ол жерде халықтың жүрегіне тиетін, әркімнің өзінің көңіліндегі бір драматургия дейді. Кез келген адамның ішінде бір өзінің ішін ашытатын қайғысы болады. Жаппай халыққа ортақ бір қайғы болады да, немесе кейбір адамдарда кездесетін мұң болады. Соның біреу болмаса біреуін шығарып, өзіммен бірге бөлісемін. Сонда бұл өзің суретші, өзің декорациясы бәрін ойлап, қандай жақсы, сонда жан-жақты болып тұрсың ғой? Жоқ, енді мен айтады ғой, тышқанды сойсаңда қасапшыны шақыр деп. Мен міндетті түрде өзімнің ойларымды арнайы мамандармен келісіп отырып жасаймын. Мен айдан қырдан қылып бір нәрселерді қосып алып, сағына қалып шыққан сауатсыздық деп есептеймін. Сосын халықты қорлауға болмайтын шығар. Тамара ханым, былтырғы жылы сіз бірнеше бейнебаяндарды халыққа көрсеттіңіз, ал биыл жаңа бейнеклип бола ма? Иә, жаңа бейнеклип жазда түсірген, біз кішкене монтаж жағынан келісімге келе алмай, жаңағы өзім кірпиязбын, ақ көйлек кіршен келеді деп, кез келген нәрсе ұнай бермейді. Сосын жас жігіттер түсіргеннен кейін кішкене менің қазіргі жас қыздардың экранның алдына шығып, қисайып, еріндерін шошайтып ән айтқандарына мен өздерінің жасына лайық, маған жараспайды ол. Менің жасыма, мен енді совсем тіпті кәрі болмасам да әйтеуір, сол жағынан олар мені жасартқысы келіп көрсеткен екен. Бірақ жаңа кемпір қанша күлсе де қыз болмайды дейді, сондықтан мен мақалдың түр-түрін кесек-кесек қалай біздің Тамара? Сондықтан мен айттым, жігіттер мынаны жөндеп, халыққа концерттен кейін шығарайық дедім. Негізгі ойымыз концертке дейін болатын, ол енді іске аспай жатыр. Сондықтан қазір соның дайындық үстіндеміз, әлі бірнеше неден өтеді сатыдан. Өзім бір сондай адаммын, енді қалай болады, қайдан білейін. Бәрекелді, Тамараның сөзінен шығады, бір керемет сондай кірпияз тәкаппар апайға сөз берген ғой, асаба. Сөйтсе жасы үлкен кісі екен де, осындай әжеге береміз деп. Мен әже деп айтпа депті, апайға де, апа деп айтпа, тәте айтпа. Соң кейін зауық кеткен асаба айтады дейді. Ең ұзақ өмір сүрген қызға сөз берейікші деп. Осы жерде әдемі сұхбатымызды үзе тұрайық, өйткені келесі бейне көрініс бізді күтіп тұр.
Сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы және бүгінгі біздің қонағымыз әнші Тамара Асар. Тамара ханым, сіз жалпы көп сұхбат бере бермейтініңізді білеміз. Неліктен? Журналистерден қорқасыз ба, жоқ әлде қолыңыз босамай жата ма? Қол босамайтындығы бар. Сосын біздің қазақтың аймағы үлкен болғанымен халқы аз. Бүгін мына жақта тұрып ысқырсаң, ертең арғы шет естиді. Сондықтан бір елді дүр сілкіндіретін жаңалығың болмағасын, елдің алдында езгілеп әңгіме айтқан ыңғайсыздық деп есептеймін. Сондықтан мен нақты өзімнің арнайы айтатыным жиналған кезде, бір нәрсе біреумен бөліскім келген кезде мен сұхбатты жақсы берем. Жай қарапайым сұрақты күнде сұрақ қылып қойып жатады ғой, сондықтан кез келген жерде ана жерде де бетің, мына жерде де бетің тұрғаны сәл ыңғайсыз деп ойлаймын. Сосын менің балам бар, Қамбар деген. Қамбар айтады маған: мама, барлық жерге шығып кетсеңіз де, маған ан жерде де мамаңды көрдік, мына жерде де мамаңды көрдік деп айтып жатады. Ұнамайды маған деп тоқтау береді. Инстаграм әлеуметтік желісінде Айнұр Тұрсынбаева Тамара өз ғашығын тапты деген пікір білдіріп, бірнеше сурет салған еді. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді қазақ халқым. Соған жауап қайтарсаңыз. Енді мен қуанам. Мені бір жақсы жігітке қосып жатса халық. Ол Мадинаның тойында болған, осыны бірнеше рет айттым. Айнұрдың бір өзінше бір аузы дуалы қыз ғой, әзілі, өзінше маған қарама-қарсы отырып, мен ана бір телефонның ішінен слайд-шоу жүріп жатқанда маған көрінбей тұрды. Алдымызда бір мынандай бағана тұрған, сосын көре алмай басымды былай бұрып отырсам, соны түсірген жігіт. Менде бар ғой, Тамарка, кел көрейік деп өзінің сотовыйын битіп алып, екеуміз басымызды бірімізге қосып алып, сотовый қарап отқанбыз ғой. Сөйтсем Айнұр барғанда түсіріп алып, келесі той осылардікі деген. Соның артынша той бастар таратты да, мен ана қызықты суреттерді қарап отырдым да, алған орамалды басыма жаба салып, одан сайын қарағам ғой. Өзім бүлдіргенмін ғой. Сөйтсем олар тағы сурет жіберген, міне орамал салды басына деп. Оны мен білмеймін. Инстаграм ол кезде менде жоқ еді. Артынан ел шулап құтты болсындар айтылып жатты. Бірақ ол жігітті мен тек фотограф ретінде ғана танимын. Бір-бірімізден содан кейін ұялатын болдық. Қашатын болдық бір-бірімізден. Бұл да қызық екен. Бәрекелді, Аша, біздің Тамара ханымменен бұл сұхбатымыз әрине аздық етеді. Әттең уақыттың келтелігі, дегенмен де көп-көп рахмет, сол бала рахатын көруге жазсын деп тілейік. Енді таңғы тілек көрермендеріңізге. Құрметті отандастар, қайырлы таң. Әрбір атқан таңдарыңыз өзінің шапағын нұрландырып атсын. Әрбір үйге береке, бірлік, ынтымақ тілеймін. Қашанда бір-біріңіздің көзіңізге қарап сөйлеуді ұмытпаңыздар. Адамның артынан сөйлеген адам артта қалады дейді. Әрбір адамға сөзіміз әсер етсін десеңіз, көзіне қарап, үйдегі адамдармен әуелі сөйлесіңіздер. Одан кейін жұмысқа барғанда да қасыңыздағы әріптестеріңнің де көзіне қарауды ұмытпаңыздар. Қайырлы таң. 31 қазан күні Астана қаласында Қазақстан орталық концерт залында Тамара Асардың кешіне асығыңыздар. Соны естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Тосын сыйды да қарауды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы біз жалғастырамыз.